Сәлем достар, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте ерекше сабақ. Біз бүгінгі сабақта картинкалар арқылы жаңа сөздер жаттайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Avoir une famille. Avoir une famille. Отбасы бар деген сөз яғни. Мысалы суретте мына адам, ер адам, homme деп аталады, l'homme. Cet homme a une famille. Бұл ер адамның отбасы бар деген сөз. Иметь семью деп аударылады орысшаға. Осы Симпсоны деген мультиктің картинкалары арқылы бүгінгі сабақта жаңа сөздеріміз жалғасады. Parler. Parler à quelqu'un. Біреумен сөйлесу. Егерде біреу немесе бір нәрсе туралы сөйлесу болатын болса, parler de quelqu'un. Біреу туралы сөйлесу, parler de quelque chose, бір нәрсе туралы сөйлесу. Мысалы, мына бала өзінің анасымен сөйлесіп жатыр. Онда cet enfant parle à sa mère болады. Préparer le repas. Тамақ әзірлеу. Cet enfant prépare le repas. Мына бала тамақ әзірлеп жатыр. Келесі. Jeter. Лақтыру. Бірінші топ етістігі. Le papier, қағаз. Enseigner, үйрету. Enseigner. La langue étrangère, шет тілі. Cet homme enseigne la langue étrangère. Quant à moi, j'enseigne la langue française. Мысалы, мен француз тілін үйретемін. Regarder, қарау. La télé, телевизор. Мына адам телевизор қарап жатыр деп айтайық. Cet homme regarde la télé. Danser. Danser. Билеу. Ағылшын тілінде dance деген. To dance. Етістік бар, дәл сол сияқты. Il danse. Олар билеп жатыр. Chanter. Ән айту. Chanter. Осыдан келіп шансон деген, ән деген сөз шығады. Келесі jouer, ойнау. Le jeu, ойын. Il joue le jeu деп айтсақ болады. Они играют в игру. Téléphoner, хабарласу. Cet homme téléphone à quelqu'un. Бұл адам, ер адам, біреуге хабарласып жатыр. Donner, беру. Бірінші топ етістігі тоже. Беру, un cookie, немесе un biscuit. Екеуі де печенье деп аударылады. Қай сөзді қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Casser, сындыру. Қирату. Casser. Le canapé, диван. Le canapé. Manger, тамақ ішу. Manger. Il mange. Неке құрметті достар, бүгін біз сіздермен осы Симпсоны мультфильмдегі картинкалар арқылы жаңа сөздер үйрендік. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Сол туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийде қалдырыңыздар. Алдағы уақытта дәл осындай түрдегі форматтағы сабақтарды қалайсыздар ма?